Көп ауыратын адамның үш әдеті. Ең бірінші, дұрыс емес ұйқы. Егер де сіз кеш ұйықтайтын болсаңыз, ағзаңызға ең қажетті мелатонин гормонынан айырылдыңыз деген сөз. Мелатонин гормоны бізде мидың эпифиз безі арқылы бөлінетін гормон. Ол гормонды гормон восстановления, гормон роста, ерте қартаю үдерісін тежейтін, яғни сұлулық гормоны десек те болады. Ұйқыға жатар алдында бөлмені желдетіп, шамның ұшындай, нүктенің ұшындай жарық қалмауы тиіс. Егер жарықты сөндіру мүмкін болмаса, ұйқыға арналған маска пайдаланған жөн. Екінші, сапасыз тамақтану. Қазіргі таңның қас жауы десек болады. Өйткені бізде екінің бірі дұрыс тамақтанбайды. Газдалған сусындар, фастфуд, бургер, майлы ащы қуырылған тамақтарды көп пайдаланады. Ол біздің асқазан ішек жолдарының жұмысын тежейді, яғни бұзылысын алып келеді. Біз тамақты